أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Abu Hurayra'dan Allah'tan ondan razı olsun çeken hadiste Adamda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem былай деп айтқаны келтіріледі. İman деген 60-тан астам немесе 70-тен астам тармақтан тұрады. Оның ең абзалы, ең жоғары деңгейдегі дәрежесі ол ла иляха иллаллах, яғни Алладан басқа тәңір жоқ деген кәлима сөзі. Және оның ең төменгісі дейді, жолдағы басқаларға кедергі келтіретін бір затты алып тастау екен. Сондай-ақ хадистің жалғасында Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деп айтады: ұят ол да иманның бір тармағынан. Құрметті бауырлар, сахабалар айтады, Алла елшісі Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламға елшілік пайғамбарлық келген бойы оның аузынан естіген хадистердің ең алғашқылардың бірі осы ұят жайындағы сөз еді. Яғни Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқаны әл-хаяу минал иман, ұят ол иманнан деп айтқан. Бірде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ансарлардың жанынан өтіп бара жатқанда бір ансарлық екінші бір өзінің бауырын, сол екінші бір бауыры ұялшақ болғаны үшін сөгіп жатқанын естиді. Ұрсып сөгіп жатқанын естиді. Сөйтіп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оны тоқтатып, сөгіп жатқан жеріне тоқтатып, оны қоя бер. Расында ұялу ол иманнан деп ескертіп айтқан еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол жерде ескертіп тоқтатқан себебінің бірі адамдар ұят деген қасиеттен ажырап кетпеу үшін, ұят деген қасиеттің біртүрлі бір жаман бір қасиеттен бір екен деп түсініп қалмау үшін, оны ұялуға, ұялшақ болуға, жақынырақ болу үшін осыны айтқан еді. Қарап тұрсақ, момын мұсылманның тұрмыс тіршілігінде, күнделікті тұрмыстық іс-әрекетінде, құлшылық ғибадатында, айтқан сөзінде, амал әрекетінде барлығы осы ұялу деген қасиетке келіп тіреледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өйткені бізге былай деп басқа бір хадисте ескертеді: «Ида лам тастахи фасма ма ши'та». Егер ұялмасаң, онда қалағаныңды істей бер деген. Шынында да қарайтын болсақ, ұяты жоқ адам көрінген нәрсесін істей береді екен. Ұяты жоқ адам күнә істі де оңай істей салады. Аллаға да қарсы оңай шыға салады. Аллах Тағала бұйырған әмірлерді қалдырып, Аллахқа не нәрседен қайтарған болса, соны істеуден ұялмайды екен. Сондай-ақ ол Алладан ұялмайды. Ол қоғамдағы ортасынан, қоршаған оның қоғамынан да ұялмайды. Керек болса өзінің әке-шешесіне, туыс-бауырларынан да ұялмайды. Өзінің істеген теріс іс-амалынан өзінің былайша айтқанда етінен. Сондықтан исламдағы ұят деген қасиетке ерекше орын берген. Оны